Туған жер әр адамның жарық дүниеге шыр етіп келген мекені, ең алғаш жұтқан ауасы. Туған жердің барлық табиғи қадір-қасиеті ананың ақ сүтімен тұла бойына тарайды. Мен туған жерім қайрақты. Мен өз ауылымды мақтан тұтамын. Әр адамға өз отаны, өз елі, өз туған жері ыстық. 2 қабатты әдемі мектеп, спорт залы, мектеп ішінде балабақша, мешіт, ауылдық кітапхана. Отан соғысына қатыс болған жерлес майдангерлерге ескерткіш, медициналық емдеу бөлімшесі, бірнеше дүкендер бар. 1909 жылы кішкентай ауыл пайда болды. Сол ауыл Жалғыз Ағаш деп аталды. Ауылдың бірінші тұрғындары қазақтар болды. 1910 жылы орыстар, украиндар келіп қоныстана бастады. Олар су, құдық қазды, жер жыртып, егін екті, бидай, тары шашты. 1922 жылы Жалғыз Ағаш селосы кейін Едікен деп аталды. Көшіп келгендердің ішінде құрметті қадірлі Болге Бородин деген фамилиясы бар кісілер көп болған. Сондықтан селоны Бородиновка деп атап кеткен. 1928 жылы кішкентай ғана шіркеудің 4 класстық мектеп ашылған. Бірінші мұғалімі Панченко деген кісі болған. Кішкентай село үлкен болды, әр отбасы өздеріне жер үй сала бастады. 1930 жылы колхоздың бірінші председателі Саенко сайланған. 1936 жылы Ащысайдың бірінші рет тракторы әкеліп бастады. 40 жылдары Новый Путь колхозына Красный Маяк және Қайрақты келіп қосылған. Осы 3 колхоз Қайрақты сай селолық советке қараған. Қайрақты сай селолық советтің председателі Бағлан сайланды. Су жағасына бау-бақша егіп кішкентай диірмен жұмыс істеген. Диірмен бидай тартқан. Ұлы отан соғысы кезінде жергілікті тұрғындар жұмысшы шаруа әсеріне көп көмектескен. Оларға киім, тамақ жіберіп тұрған. 1941 жылы колхоз председателі болып Ортовой сайланған. 2004 жылы қарашада Степнов және Қайрақты ауылына газ келді. Степнов және Қайрақты ауылындағы тұрғындары көгілдір отын туралы армандарын орындауына бас қоспаған ауыл ағасы Степнов жас директоры Алғабос Төлеу. Жастар көшесі. 70-80 жылдары бұрынғы Путь ауылына көптеп жас мамандар келе бастады. Мұғалімдер, зоотехник, мал дәрігер, қайрақ, трактористер, инженер, мамандар келіп жұмыс істей бастады. Жас мамандарға арнап осы көшеде үйлер салына бастады. Жастар көшесінде Қырман, су мұнарасы, ауылды электр көзімен қамтамасыз ететін трансформаторлар тұрды. Хайырхан көшесі. Хайырхан көшесі бұл ауылдың орталық көшесі болып табылады. Бұл көшеде мектеп, ауылдық асхана, медициналық бөлімше, дүкен орналасқан. Қайрақты ауылдық кітапханасы. Қайрақты ауылында кітапхана 1956 жылы ашылды. Бүгінгі күнге дейін Абаева Бекзада кітапханада жұмыс істейді. Бүгінгі таңда кітап қорында ағылтымның 560 оқытатын кітап есептелді. Ескерткіш алаңы Жарысбаевтың қолдауымен Ұлы Отан соғысында қаза тапқан жерлес ауылдас батыр майдангерлерге арнап 1985 жылы 9 мамыр айында ұлы жеңістің 40 жылдық мерейтойына ескерткіш салынған түрде ашылды. Бородиновка мектебі 1940 жылдары бұрынғы шіркеу ғимаратында мектеп ашылды. Мектеп болғанымен жерлес ауылды 90 жылдарда 8 жылдық мектеп салынды. Жарысбаев көшесінде Новый Путь колхозында председатель болып қызмет атқарған, ауылды көркейтуге, жаңартуға көп күш салған Жарысбаев Жиенбай Абдулиновичтің аты берілген. Жарысбаев Жиенбай Абдулинович колхозды көркейтуге, жаңартуға көп күш салды. 2 көше салынды, дүкен ашылды. Қырман, жанармай бекеті, жем сақтайтын қоймалар, машиналар бекеті, сиыр қоралары, ауылдық клубына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ауылдың көше жолдарына асфальт төселді. Осы жылдар колхоз миллионер колхозға айналып, үлкен жетістікке жетті.